Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді шілтерлі блинни пісіреміз. Ол үшін бізге сүт, жұмыртқа, ұн, тұз, қант, ас содасы, жарты қасық уксуспен және сұйық май қажет. Ыдысымызға сүтті құйып алып, жұмыртқамызды, тұз, қант қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде елеуіштен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Ешқандай комок қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығады. Содан кейін қайнаған су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Оның әртүрлі болуына байланысты мен тағы кішкене қайнаған су құйдым. Жақсылап араластырып, содамызды қосамыз. Уксуспен 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша жақсылап араластырып, осындай масса шығады. Содан соң отқа пісіреміз. Мен осындай отқа пісіремін. Газдың ең ақырын жанатын бөлігіне табамызды қыздырып аламыз. Жақсы шілтерлі блинни болып піседі. Беті осылай кепкен кезде ар жағына ауыстырамыз. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Өте дәмді шілтерлі блинни болып піседі. Дәмі өте керемет. Қалауыңызша әртүрлі салма салып жесеңіздер болады. Фаршпен, творогпен, балмен, вареньемен, қаймақпен қалауыңызша салма салып жесеңіздер болады. Өте дәмді.